бисквит дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге керекті ингредиенттерді дайындап аламыз. Енді жұмыртқаның үстіне қантты салып, ең төменгі жылдамдықтан бастай отыра, жылдамдықты жайлап көбейту арқылы 3-4 есеге көбейгенше жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Осы массаның үстіне сұйық майды және жылы сүтті құйып, ұзақ миксерлемейміз. Кішкене бір айналдырып миксерлеп аламыз, болды. Через сито ұн және разрыхлительді салып, өткізіп алатын боламыз. Осы жерде байқасаңыздар, мен ұнды барлығын бірдей салып жібердім, ал сіздерге бірдей салмаңыздар, 2 немесе 3 бөлікке бөле отыра салуға кеңес беремін. Мен асығыс болған үшін бірден салып жібердім, ал сіздер асықпай 2 немесе 3 бөлікке бөліп салыңыздар. Міне осылай араластырып жатырмын. Осылай араластырған уақытта мән беріңіздер, астында араласпай қалған ұндар қалып кетпесін. Егер олай қалып кететін болса, піскен бисквитіңіздің арасында осындай комочек болып ұн жүретін болады. Сол үшін соған мән беріңіздер. Міне сағат тілімен осылай айналдыра отыра, жақсылап жұмыртқамызды отырғызып алмай, ұн және разрыхлителімізді жақсылап араластырып алатын боламыз, бір келкі масса болғанша. Осымен біздің тестамыз дайын. Бұлай бірге құйып емес, егер 20-22 диаметрмен пісіретін болсаңыздар, 2 немесе 3 бөлікке бөліп пісіруге болады. Формаға құйып қойдық, енді осыны духовкаға саламыз. Жан-жағын көріп тұрғандарыңыздағыдай фольгамен орап алдым. Егер мына формаларыңыз орнынан жылжып кететіндей болса, мынандай шетіне осылай шпажка немесе зубочистка қосып қоюға болады. Сонда ұстап тұрады. Все, енді духовкаға жібереміз. Мына бисквитіміз, бисквит пісіп шықты. Мына ізді көрсеңіздер, жаңа тексеріп көрген болатынмын. Кішкене влажный болып шықты, сосын қайтып салып қойған 5 минутқа. Тексеріп көреміз. Міне, прям күшті тұрып отыр, бағана жабысып шығып отқан. Міне бұл уже пісті деген сөз. Ала беруге болады.